Сәлем құрметті көрермен, бұл 13-19 апта аралығына арналған жылды жорамал. Бұл аптаның жалпы астрологиялық фоны толған айдан кейін, яғни азайып келе жатқан ай фазасында өтеді. Бұл рефлексия, түйін шығару бір ойлардан және аяқталмаған істерді бітіретін уақыт. Толған айдың әсері әлі де сезіледі. Ай бірақ батып келе жатса да. Бірақ толған айдың әсері, полнолунияның әсері 21 қазанға дейін сезіледі. Сондықтан бұл аптада эмоциялар жоғары болады, интуиция күшейеді және көптеген құпиялар ашылуы мүмкін. Планеталардың үйлесімді кейбір триггерлері болады. Бұл Плутон планетасы тік қозғалыста, Венера таразыға өтеді, Венера планетасы, және Меркурий мен Марс планеталары жеке өмір мен кәсіби салада айқындық пен жаңа мүмкіндіктер әкеледі. Әрбір күнге тоқталатын болсақ, дүйсенбі 13 қазанда ай шаян белгісінде болмақ. Эмоция мен шабыт күшейетін күн, ішкі түйсік, интуиция және креативтің күші жоғары болады, яғни шығармашылық жоғары болады. Бұл күннің энергиясы үй, отбасы, жақын адамдармен байланыс. Ал планетарлық әсерлер туралы айтатын болсақ, бірінші күні Венера мен Плутонның оппозициясы болады. Бұл кезде ірі бір сатып алу бір нәрселерді және келісім шарттарға абай болу керек. Бұл күнге берілетін кеңес: асықпай, шешім қабылдамас бұрын ой елігінен өткізіңіз. Екінші күні сейсенбіде 14 қазан Венера планетасы таразы белгісіне өтеді. Күн бойы әлеуметтік жағынан, әлеуметтік саласында белсенділік арта түседі. Жаңа таныстықтарға ашық болған дұрыс, себебі сізге пайдасы тиетін адамды кездестіруіңіз мүмкін. Планетарлық әсерлер туралы айтатын болсақ, Венера Сатурнның оппозициясы болады. Бұл кейбір қарым-қатынастарда немесе істерде аяқтау кезеңі. Және ай арыстан белгісіне өтеді. Бұл сізге батылдық, көріну, адамның бір орталарда сахнаға шығуға, өзіңізді таныстыру энергиясын береді. Бұл күнге кеңес: маңызды істерді соңына дейін жеткізіңіз. Бұл тұрақты табысқа әкеледі. Үшінші күні, сәрсенбі күні, 15 қазан, ай арыстан белгісінде әлі де. Бұл қуатты және магиялық күн деп айтуға да болады, себебі бұл күні Меркурий мен Марс бір-бірімен түйісіп, кармалық түйіндермен аспектті түзеді. Өткен нәрседен сабақ алатын күн, ымыраға келу уақыты, шығармашылық, танысу, келісімге келу бұл күннің энергиясы. Және бұл күнге кеңес: ол дәл осы күні айтылған сөз болашақта шындыққа айналуы мүмкін. Сондықтан не айтып, немесе нені өзіңіздің сөздеріңізге де, өзгелердің сөзіне де құлақ салып бақылаған дұрыс. 16 қазан күні, бейсенбі, 4 күні, әлеуметтік жағынан сондай-ақ белсенді күн болады. Бұл күні бойы іскерлік кездесулер және таныстықтар үшін де қолайлы. Түстен кейінгі уақытта ақпарат алмасу, үйрену бір нәрсені және идеялармен бөлісу өте сәтті өтеді. Ал кеште, сол 4 күні, күтпеген жаңалықтар болуы мүмкін. Сондықтан маңызды істерді таңертеңгі уақытқа жоспарлаңыз. 5 күні, жұма күні, 17 қазанда, ай бикеш белгісінде болады. Күн мен Юпитердің квадраты аспанда сондай-ақ болмақ. Күн мен Юпитер планетасының квадраты бізге жауапкершілік тақырыбын көтере бастайды. Яғни бұл мезгілде жұмыстарды міндетті түрде аяқтау керек. Уәде еткен істеріңіз болса, соларды орындау керек. Құжаттармен айналысу керек. Ұсақ түйекке мұқият болыңыз, өйткені бүгін айтылған әр сөз болашағыңызды қалыптастыруы мүмкін. Және сондай-ақ жұмада үй шаруасын, қаржы, отбасы істерінде де жасаған жақсы. 18 қазанда, сенбі күні, 6 күні, айрықша бір магиялық күн. Бұл ай мен кармалық түйін, Марс пен Меркурий арасындағы үйлесімді аспекті, арманды іске асыратын кезең. Күннің энергиясы махаббат, сұлулық, денсаулық, үйлесімділік туралы болады. Бұл күнге беретін кеңес:
сүйіктіңізге жылы сөз айту, арманыңызға қарай кішкентай бір қадам жасау. Әлем бұл уақытта міндетті түрде сізді қолдайды. Бұл күні, егер де бұл күнге жаңағы киіну туралы айтатын болсақ, кейде кейбір адамдар мысалы түстің де энергиясын ойластырады, иә. Сондықтан бұл күнге сенбі күні бір жаққа шығатын болсаңыз, ашық жылы түсті киімдер сізге сәттілік әкелуі мүмкін. 19 қазанда жексенбі күні ай таразы белгісіне өтеді. Ай мен Венераның қосылысы ғажайып бір үйлесім мен махаббаттың күні. Бұл күннің энергиясы ол демалыс туралы, сұлулық, рухани тыныштық. Таңертең, жексенбіде таңертең баяу басталады, денеңізге демалыс берген жақсы. Түстен кейін мерекелер, кездесулер және шығармашылық шабытта болады. Бұл күнге берілетін кеңес ол бүгін қабылданған шешімдер ұзақ мерзімді нәтиже береді. Аптаның жаңағыдай аптада болатын энергиялардың түйіні туралы айтатын болсақ, планеталар ішінде Плутонның тура қозғалысы жаңару мен өмірлік трансформация кезеңін қазір тек бастайды. Әрине ол бірталай уақытқа созылады, бірақ осы аптада сол жайлап бастайды. Венераның таразы белгісінде болуы қарым-қатынаста тепе-теңдік пен шынайылық әкеледі. Ал Меркурий мен Марстың түйісі батыл сөздер мен нақты шешімдердің уақыты. Және айдың фазасы қазір ішкі тазалық және ескі энергиядан арылу. Бұл айдың фазасында үй ішінде сондай-ақ бір ескерген нәрселерді тастауға, немесе үй ішінде қандай да бір сынып тұрған нәрсе болса, жөндеу жұмыстар жүргізген жақсы, немесе жаңағыдай генеральный уборка жасауға болады. Үй ішін толықтай жинауға болады, клининг шақыруға болады. Қысқаша белгілер бойынша кеңестер айтатын болсақ, әрбір белгіге тоқталып осы аптаға тоқтыларда жаңа іскер байланыстар орнайды. Торпақтарда бұл апта материалдық тұрақтылыққа назар керек етеді. Егіздер үшін шығармашылық серпіліс болады. Шаяндар, үй мен отбасы сізде басты ресурс қазір. Арыстандар, өзіңізді көрсеткеніңіз дұрыс. Сахнада болыңыз, немесе адам көп жерде болыңыз. Қазір бір жерде мысалы өзіңізді көрсете, жақсы жағынан немесе өзіңізге пайдалы жағынан жақсы көрсете аласыз. Бикештер, қазір сіз үшін ұйымдастыру және нақты жоспарлау аптасы. Таразыларда махаббат энергиясы артады, себебі жаңағы айтылғандай Венера осы таразылардың өздерінің белгісінде. Венера ол бізде махаббат пен ақшаның энергиясы. Саршаяндар үшін бұл апта рухани тазару кезеңі. Өзіңіздің эмоцияларыңызды бақылау керек. Мергендер, бұл аптада достармен серіктестік мүмкіндіктер болады. Үйде отырмаңыз, міндетті түрде шақырған жерлерден қалмаңыз. Тауешкілер, сізде карьера, мансап пен беделіңіз артады. Суқиғыштарға жаңа идеялар келуі мүмкін, және бір қандай да білім жолын бастауыңыз мүмкін. Балықтар үшін бұл апта ішкі интуиция туралы. Ішкі интуицияңыз қазір сіздің басты бағыттаушы болады. Достар, мен сіздерге сәтті апта тілеймін. Қазан айына толық жұлдыз жорамал әрбір белгі үшін арнада шықты, көрсеңіз болады. Және алдыңғы уақытта 2026 жылға арналған әрбір белгі үшін толық жұлдыз жорамал болады. Сондықтан арнаға жазылыңыз. Тағы да кездескенше.